Елімізде екі ірі өрт болды, Щучинскіде және Семей қаласында. Бұл бағытта қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Бұл екі оқиға бойынша, Щучинск бойынша өзіңіздің тапсырмаңызбен ведомство аралық комиссия жұмысын жасап жатыр. Менің басшылығыммен тиісті өзіміз бәрін мән-жайын анықтадық. Алдын ала зардап шеккендердің және қаза болған адамдардың туысқандарына мемлекет тарапынан барлық көмек көрсетілді. Сонымен қатар қылмыстық іс қозғалып, алдын ала себебі анықталды. Сол тұрмыстық газ баллонын пайдалану талаптарының бұзылуы. Енді ол өте өзекті мәселе. Сол комиссияның қорытындысы бойынша сізге нақты адамдар туралы баяндаймыз. Семейдегі болған жағдай бойынша да қылмыстық іс қозғалды. Біздің күш құралдар дер кезінде келіп, сол қажетті жұмыстардың бәрін атқарып, ешқандай да қаза болғандар, қатты жарақат алғандар болмады. Бірақ сол превентивті алдын ала жұмысты өткізу үшін бизнес өкілдерімен бірлесіп үлкен тексеріс жүргізу жоспарда бар. Бұл бағытта әкімдіктермен бірлесіп профилактикалық жұмысты күшейту керек, әсіресе мына газ баллондар бойынша.